Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен семиттің, яғни түріктің бубликтерінің рецептімен бөлісемін. Жасалу жолы өте оңай. Каналға жазылып, комментарий қалдырып, қолдау көрсетіп қоямыз. Қамырымызға опора дайындап аламыз. Жылы суымызға 1 чайный ложка дрожь және де 1-1,5 чайный ложка көлемінде шекер қосып, кішкене ұн қосып, 5-10 минутқа қойып қоямыз. Сонда дрожжымыз жақсы көтеріледі. Опорамыз дайын. Ұнымызға жылы, яғни 500 грамм ұн мына жерде, 300 грамм су, тұз қосамыз кішкене. Қамыр елейміз, қатты емес, жұмсақ қылып, эластичный болатындай қылып. Қамырды мен 4-5 минут көлемінде еледім. Сонда қамырымыз толығымен бірігіп, әдемі болады. Көріп тұрғандарыңыздай 1 сағатқа болмаса 40-45 минутқа тұндыруға қойып қоямыз, көтерілгенін күтіп. Мінекей 45 минуттай өтті. Біздің қамырымыз дайын. Осындай жұмсақ, қатты қолға жабыспайтын қамыр дайын болады. 2 бөлікке бөліп аламыз. Әр бөлікті бөлген 6 бөліктен бөлеміз. Мінекей қамырымызды 6 бөлікке бөліп, жеке-жеке әдемілеп көшілеп аламыз. Бөлінген қамырларымызды осылай көрсетілгендей етіп созып шығамыз. Қатты жіңішке болмағаны да дұрыс, ұзыншалап осылай созып шығамыз. Мінекей екінші қамырымызды да созып шықтық. Екі қамырымызды бір-бірімен біріктіреміз, яғни өрген сияқты етіп біріктіріп шығамыз. Сонда біздің семитіміздің формасы дайын болады. Осылайынан біріктіріп томалақтаймыз. Және де бір 2-3 минутқа қойып қоямыз, көтерілгенін күтіп. Мінекей біздің екінші семитіміз. Осылай семиттің барлығын осылай дайындап аламыз. 1-2 минуттан қойып қоямыз, күтіп, яғни көтерілгенін күтіп. Және де енді бетіне күнжутын себу керекпіз. Күнжутты себер алдын бізге су дайындап алу керек. Яғни суымызға, өзімізге қажет мөлшерді деген суымызға 1-2 чайный ложка көлеміндегі медті қосып жақсылап араластырамыз. Тарелкамызға күнжутымызды саламыз, және де суымызды тарелкаға ауыстырғанымыз дұрыс. Осылайынан суымызды тарелкаға құямыз. Енді семиттарымызды суға батырып, одан кейін күнжутқа батырамыз. Қызып тұрған пеште 250 градуста 10 минут, сосын градусты 200-ге түсіріп, тағы 7 минут пісіреміз. Мінекей осылайынан судан кейін күнжутқа жақсылап батырып, тимеген жерлеріне күнжутты сеуіп,
пешімізге саламыз. Осылайынан бір табаға 3 тимейді менде. Осылайынан 2 партия пісіріп аламыз 20 минут көлемінде. Жасап көріңіздер, оңай әрі дәмді. Шайға бергенге мінекей осылай дайын болып шығады. Каналға жазылып комментарий қалдырамыз.